Асқабақтың пайдасы. Сәлеметсіздер ме, құрметті достарым? Менің осы кішкентай ғана тақырыбым сіздерге пайдалы болып жатырса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге менің қазақша арнама қолдау көрсетіп, подписаться батырмасын басып, жазылуды ұмытпаймыз. Сонда ғана менің әрбір шығарған видео ролигімді сіздер ең бірінші болып көресіздер. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Асқабақ жемістері осындай пайдалы элементтерді қамтиды. Глюкоза, крахмал, каротин, талшық, кальций, магний, темір, пектин, мырыш, йод, марганец, органикалық қышқылдар, ақжелілер. Сіз білесіз бе? Асқабақтың құрамында мүлдем холестерин жоқ. Ал 100 граммдағы майдың мөлшері 0,1 грамм ғана. Яғни өсімдіктің жемісі пайдалы микроэлементтердің көп мөлшерімен ғана емес, сондай ақ диеталық төмен калориялы өнім болғандықтан да бағалы болып табылады. Ал 100 грамм жемістің құрамында 22 килокалория бар, ал оның ішінде 0,9 килокалория май бар. Мұндай витаминге бай асқабақ адам ағзасының барлық мүшелеріне және функцияларына әсер етеді. Көру, иммунитет, жүйке жүйесі, зәрдегі жыныс сферасы, бауыр, асқазан, ішек, тері, қан ұю, ас қорыту. Асқабақтың табиғи антибиотиктерге жататынында таң қаларлық емес. Асқабақ денеге жақсы сіңеді. Өнімді сіңдіру процесі шамамен 2 сағатты құрайды. Ішек пен зәр шығару жүйесі арқылы шығарылады. Асқабақтың құрамында ешқандай зиянды заттар жоқ. Денені шлактармен жаппайды. Керісінше, асқабақтың пайдалы химиялық қасиеттерінің бірі тұздар мен токсиндерді жоюға белсенді ықпал ететіні болып табылады. Көптеген пайдалы ингредиенттер мен витамин топтарының себебінен асқабақтың көптеген пайдалы қасиеттері бар. Асқабақтың қасиеттері: тыныштандыру, диуретикалық, антиоксидант, қан айналымын жақсартуға көмектеседі, жүректің тамырлық қабырғалары мен бұлшықеттерін күшейтеді, көруді жақсартады, холеретикалық, қабынуға қарсы, антисептикалық, қан клеткаларының қалыптасуын қалыпқа келтіреді, құрттарды адам ағзасындағы жоюға көмектеседі, материалдық алмасуды жақсартады және теріге пайдалы әсер береді. Ал асқабақ тұқымы мырышқа бай. Бұл асқабақ тұқымының емдік қасиеттерінің көпшілігін түсіндіреді. Бұдан басқа олар ақуыздар А, Б, С, Е, Д, К, темір, кальций, калий, магний, фосфор, амин қышқылдары және майлы өсімдік қышқылдары дәрумендерімен қаныққан. Вегетарианшылар мен диетадағы адамдарға қолданылуға ұсынылады. Өйткені олар ет пен жұмыртқадағы қоректік заттарды ауыстырады. Асқабақ тұқымдары келесі терапиялық сипаттамаларға ие: иммунитетті көтермелеу, шашты нығайту, теріні құрғақ және әжімдерді болдырмау, жыныстық гормондардың секрециясын қалыпқа келтіру, сперматикалық белсенділікті жақсартуға көмектеседі, жұмыртқалардың функционалдығын жақсарту, қан тамырларын тазартуды ынталандыру, холестеринді органнан шығаруды жеделдетеді, жадыны жақсарту,
іш қатуына қарсы әсері бар. Токсикоз және қозғалыс аурулары кезінде жүрек айну рефлекстарын тыныштандырады, жараларды емдеуге көмектеседі. Асқабақ тұқымының құрттан адам ағзасын тиімді тазарту мүмкіндігіне ие. Асқабақтың көмегімен паразиттерді жою үшін оның тұқымдары аптасына 100 грамм құрғақ асқазанда аз мөлшерде судың көмегімен пайдаланылады. Ұнтақталған тұқымдар жақсы жара емдеу агенті болып табылады. Мұны істеу үшін олар ертіндіде немесе блендермен ұнтақталып, теріге жағады және жараға қолданылады. Сонымен қатар бауыр үшін асқабақтың емдік қасиеттері өте құнды. Ұрықтың целлюлозасы бауырдан улы және улы заттардың алынуына ықпал етеді. Асқабақ целлюлозасы сондай-ақ жараларды емдеу агенті ретінде күйік, экзема, дерматит үшін қолданылады. Ал асқабақ шырыны бұл пайдалы заттардың нақты мөлшері. Оның емдік қасиеттері адамдарды қызықтырады. Асқабақ жемісі шырыны пектин, темір, магний, кальций, калий, бета-каротин, В, С, Е дәруменімен байытылған. Бұл өнім иммундық жүйені нығайтады және барлық мүшелерге жағымды әсер етеді. Асқабақтың шырынының келесі емдік қасиеттері бар. Қабынуға қарсы, жарылғыш жерді жазады, шашты нығайтады, көруді жақсартады, өтті тастан және бауырды токсиндерден тазартады. Диуретикалық, қан айналымын жақсартады. Витаминдер мен пайдалы элементтердің жоғары болуына байланысты асқабақтың көптеген дәрілік қасиеттері бар және дәстүрлі медицинада, косметологияда кеңінен қолданылады. Медицинада асқабақты осындай ауруларға қолданады. Циститпен, нефритпен, пиелонефритпен, колитпен тыныштандыру, асқазан ішек жолдарының ауруларындағы қорыту және метаболизм процестерін жақсартады. Ұйқысыздық үшін, депрессияға арналған седатив ретінде, гипертониялық және жүрек тамыр аурулары бар болса, ісінуге, тұмау, қабынуға қарсы және иммунитетті күшейтетін өткір респираторлы вирустық инфекцияларға, көру сезімінің төмендеуімен, қатерлі ісіктің алдын алу үшін, бауыр аурулары кезінде, тромбоз, қабыну аурулары кезінде қолданады медицинада. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Ал бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырынмен немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есік жем шыққанда не болмаса күйік шалғанда, үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы болады. Ал ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәнімен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді. 20 күн бойы ол. 1 айдан кейін қайтадан жалғастырады. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін
аш қарынға жейді, не болмаса жеті шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 кг тазаланған асқабақ дәнін шикілей ет тартқыштан өткізіп 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышта сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жіберуі мүмкін. Ал ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ майегінен ботқа дайындап күніне 2 рет 50 грамм жейді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стақаннан кәдеге жаратады. Ал екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек, міндетті түрде. Назарларыңызға рахмет. Менің қазақша арнама қолдау көрсетіп, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар ағайын, дендеріңіз сау болсын.